Қала әкімі Еркебұлан Баяхметов апта басында пиктердің жағдайымен танысып шықты. Шаһар басшысы ең алдымен 3-ші ықшам ауданына қызмет көрсететін Феникс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдерімен жүздесті. Түйткілі шешілмей отырған мәселелердің бірі үш жеті мекенжайындағы нөсер өткізгіштердің жағдайы бүгінде көңіл толтырмай отырса керек. Ауылдардан жиналған ағын сулар өткізілмей, аумақта су мөлшері көбейетін көрінеді. Осы ретте қала әкімі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлім жүйелеріне нақты тапсырмалар жүктеді. Мүмкіндігінше қаражат болған жағдайда жұмыстар жүргізу қажет. Тұрғындар мен кооператив өкілдері әрдайым айтып отыратын апаттық аумақтарды ең алдымен бақылауға алу қажет. Биылғы жылы қолдан келгенше жөндеу жұмыстарын жүргіземіз деді шаһар басшысы. Сонымен қатар аулалардағы жарықтар мен балалар ойын алаңдарының қажеттілігі кездесу жалғасында айтылды. Шаһарішілік сапар барысы 2-ші шағын ауданына ұласты. Онда Самұрық үй-жай иелері кооперативтердің өкілі ауданның жағдайын баяндады. Хотим летом что? Делать капитальный ремонт тепловых узлов. Жаз айларында жылу желілеріне күрделі жөндеу жоспарлаудамыз. Себебі бұл құбырлар 10 жылдан бері ауыстырылмаған. Алдағы уақытта желілерді бірінші қабаттарға шығарамыз. Оған себеп жертөледегі құбырлар толып кеткен және тозған деп отыр төраға. Мұнымен қоса Айтулы ықшам ауданда нөсер өткізгіштерді қайта зерттеп шығу қажеттілігі және ірі қоқыс қалдықтарын шығару мәселелері туындап отыр. Бұл ретте Еркебұлан Баяхметов тиісті шаралар қарастыру қажеттігін айтып, жауапты салардың назарын салды. Сапар жалғасында 1-ші және 4-ші ықшам аудандардың өкілдерімен жүздескен шаһар басшысына туындап отырған бірқатар мәселелер баяндалды. Атап айтқанда, көлік тұрақтары, жаяу жүргіншілер жолын салу, ойын алаңдарын қайта қалпына келтіру қажеттілігі сөз болды. Сонымен бірге көлік тұрақтарын шектейтін белгілерді орнату, 441 мекенжайындағы нөсер өткізгіштердің жылу желілерінің жағдайы мен иесіз пәтерлердің мәселелері шаһар басшысына баяндалды. Кездесуді қорытындылаған қала әкімі Еркебұлан Баяхметов қар тазалау жұмыстарын қарқынды жүргізуді, нөсер өткізгіштердің жұмысын тексеріп шығуды және жүздесу барысында талқыланған сауалдарды кең көлемді қарастыруды жауапты жүйелерге тапсырды.